Балаға алимент төлеу. Адвокат Тайыр Насханов. Әртүрлі өмірлік жағдайларға байланысты алименттерді төлеу немесе сұрату қажеттілігі туындауы мүмкін. Оның негізгі мақсаты отбасының еңбекке қабілетсіз және көмек қажет ететін мүшелерін асырау. Алименттердің неғұрлым таралған жағдайы баланы асырауға төленетін төлемдер. Алайда алименттер балалардың анасына және өздерін асырай алмайтын зайыбына және ата-анасына төлену мүмкін. Баланы асырау ата-анасының заңмен бекітілген міндеті. Бұл жерде ата-анасының некеде болуы, азаматтық некеде немесе ажырасқан болуы, тіпті ата-аналық құқықтан айырылған болуы да маңызды емес. Егер ажырасқаннан кейін не дау мүмкін ерлі зайыпталар арасында алименттерді төлеу тәртібі және мөлшері туралы келісім құрастырылса, онда осыған сай төленеді. Келісім нотариалда расталу керек. Егер алименттерді төлеу туралы келісім болмаса, онда заңға сай балаларға алиментті ата-анасы сотпен төлетеді. Алименттер ай сайын бір балаға ата-анасының жалпы табысының 1/4, екі балаға ата-анасының жалпы табысының 3/3, 3 және одан да көп балаларға ата-анасының жалпы табысының жартысы мөлшерінде төлену тиіс. Кейбір кезде тараптардың материалдық не өзге де жағдайларымен төлем мөлшері азайтылуы немесе ұлғайтылуы мүмкін. Келісім негізінде алименттерді төлеудің ерікті тәсілі. Ал сот негізінде мәжбүрлі төлеттіру болып табылады. Егер келісімге келу мүмкін болмаса, немесе тараптардың бірі алименттерді төлеуден бас тартса, онда сотқа арыз беріп, алименттерді мәжбүрлі төлеткізуге болады. Ол үшін талап арыз берушінің тұрғылықты жері бойынша міндетті түрде сотқа арызбен жүгіну қажет. Бұнда алименттер сотқа жүгінген сәттен бастап тағайындалады. Сонымен қатар, өткен соңғы 3 жыл ішінде алимент төлеуді талап ете аласыз. Сотқа алименттерді төлетуге арыз беру үшін мынадай құжаттар қажет. Алименттерді төлеу туралы арыз, сондай ақ жауапкер үшін оның көшірмесі, жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі, неке туралы куәлік, некені бұзу туралы куәлік, баланың туу туралы куәлігі, әкелікті анықтау туралы куәлік және нақты жағдайға байланысты басқалары. Салық кодексінің 316 бабына сәйкес, бұл жағдайда мемлекеттік баж төлеуден босатыласыз. Сот шешімі шыққаннан кейін, сот орындаушысы алименттерді ұстау дұрыстығын және мерзімділігін жүйелі бақылауы жүзеге асыру тиіс. Кем дегенде 90-на 1 рет және талап етушінің өтініші бойынша кез келген уақытты тексереді. Балаңыз 18 жасқа толса не кәмелеттік жастан асып кетсе, алимент төлемін ала аласыз ба? Сондай сұрақтар бар. Егер балаңыз еңбекке жарамсыз болса, не жоғары оқу орнына түсіп, білімін жалғастырса, егер ата-аналарының арасында келісім болмаса, онда төлем тәртібі мен мөлшерлерін қайта сот анықтау, мұнда екі ата-анасының да материалдық жағдайы, баланың нақты шығындары, не болашақта талап етілу мүмкін шығындары ескеріледі. Ал балаңыздың әкесінің ақшасын не заңды жұмысы жоқ болса, не істейсіз? Сондай да сұрақ. Заң бойынша алимент төлеу әкесінің ақшасының бар болуына, не жұмысын болуына байланысты емес. Барлық ата-ана баласын асыруға міндетті. Заң негізінде ол міндеттеме есіне ақшасымен болмаса мүлкімен жауап береді. Сіз оның мүлкіне арест қойып, ақшаңызды ала аласыз.
алимент төлеттіру біз айтқандай оңай емес. Оған сіздің шыдамыңыз, әрі уақытыңыз қажет. Сол себепті ата-аналық міндеттен қашқан ата-анадан өз баласына ақша төлеттіру заң жүзінде де, іс жүзінде де қиындық тудырады. Егер осы видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің YouTube каналына жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.